Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге оңай әрі тез дайындалатын тәтті оладьи жасайтын боламыз. Егер сіз менің видеомды алғаш рет көріп тұрсаңыз, каналыма кіріп, егер рецепттер ұнап жатса, каналға тіркеле кетіңіз. Ол үшін бірінші ыдысқа жұмыртқа, қант және де тұзды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Араластырып болған соң, бөлме температурасындағы айранды салып біркелкі болғанша тағы да араластырамыз. Сосын біз оны бірнеше бөліктерге бөліп, елеп салатын боламыз. Біздің оладьидің қамыры видеодағыдай болуы қажет. Және де ең соңынан біздің ас соданы салып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз да 15 минутқа тындырып қоямыз. Сосын қыздырылған майға видеодағыдай қасықпен бөліп саламыз. Сосын оны видеодағыдай етіп, екі жағынан аударып тұрып пісіріп аламыз. Біздің оладьи дайын. Оны сіз өзіңіздің қалауыңызға байланысты кез келген вареньемен немесе джем, әлде басқа да пастамен жесеңіз болады. Біздің оладьи өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Және де 15 минутта дайын болды. Егер сізге рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Ас болсын!